Естідіңіздер ме білмеймін. Оралдық блогер Қолғанат Жұмабаевты бұрынғы әйелі Құлпынай 11 жасар қызға қырындады деп айыптапты. Айыптағанда жай айыптамаған, кәдімгідей фото дәлелдері бар екен. Кейбір ақылдылар әйелі қызғанғаннан жасап жатыр, әйелінің есі дұрыс емес, үйдегіні сыртқа шығарып не керек деп сынауда. Тіпті Қолғанаттың анасы екс-келінін жала жапты деп сотқа беріпті. Қалай болғанда да есі дұрыс 30 жастағы еркек 11 жасар кішкентай қызға бұлай жазбайды және мойнын иіскеп суретке түспейді. Бұл дұрыс емес. Мен мұндайды құптамаймын. Бұл кәдімгідей жаңағы қыздың ата-анасына берілген белгі. Содан кейін Қолғанаттың тек жасөспірімдермен контент жасайтыны да маған қызықтау болып көрінді. Блогер мүмкін кішкентай балаларға жақын болу үшін осы бағытты әдейі таңдаған шығар. Кім білсін. Біле білсеңіздер, сонау 90-шы жылдары 55 баланы аса қатыгездікпен зорлап өлтірген Чикатило деген жауыз да бастауыш сыныптың мұғалімі болған. Ол да сырт көзге қой аузынан шөп алмас жуас адамдай көрінгенмен не істеген жаңа айттым. Нені меңзегенімді түсіндіңіздер деп ойлаймын.